Насырулы Қадиров 1983 жыл 3 тамызда Өзбекстанның астанасы Ташкент қаласына дүниеге келген. Азаматтығы Өзбекстан, кәсібі актер, қызмет жылдары 2001 жылдан қазіргі уақытқа дейін. Марапаттары 2005 жылы Өзбекстанда өткен жылдың үздік жас актері, 2008 жылда MTV жүлдегері атанды. Ташкенттегі 34-ші мектепті бітірген. Өзбекстан көркем сурет институтын бітірген. 2005 жылда Өзбекстанда жылдың үздік жас актері сыйлығын алды. Улугбек Кадиров 2009 жылда Өзбектің Шаббона драма фильміне түскеннен кейін Өзбекстанда кең мойындалып, даңқы бөлінді. Бүгінде актер ақш-та тұрады және жұмыс істейді. Актерге ең үлкен танымалдық әкелген фильмдердің бірі 2016 жылы Барон фильмі болды. Бұл өзбек киносында жаңа беттер ашқан фильм ретінде танылды. Сонымен қатар 2005 жылы Андижандағы оқиғаларға арналған Трактат фильміне актер үшін үлкен беделге ие болды. Отбасы: әкесі Насир Кадиров, анасы Фарида Кадирова, бауыры Исламбек Насырулы Кадиров. 3 қарындасы бар: Фируза Насыр қызы Кадирова, Азиза Насыр қызы Кадирова, Дилфуза Насыр қызы Кадирова, жұбайы Азизахан Насыр қызы Кадирова. Балалары: Имона Улугбек қызы Кадир 2014 жыл 1 сәуірде туылған, Әмірбек Улугбекұлы Кадиров 2019 жыл, Зубайда Улугбек қызы Кадирова 2021 жыл. Фильмографиясында Академия, Қасық, Сарвыноз 2, Ойын, Фатима және Зухра, Шаббон, Севгинатор, Өтімділік. Мен жұлдыз болып жүрмін. О, Мариям, біз сенің билігіңіздеміз, бауырым. Гратин, өлім періштесі. Аноним, арыстанның ізінен. Син, трагедия, бауыры. Барон. 2018 жылда Ислам Қожа, Қызыл орамалдағы терек. 2019 жылда Мерген. Телесериалдардағы рөлдері. 2016 жыл Саадат, 2022 Жүр мұхаббат. Ол бір сұхбатында былай деген: мен нағыз және мерекелі отбасы құруды армандаймын. Мен үшін нағыз ғалам бола алатын қызды танығым келеді. Мені сүйгенін, пікірімді тыңдасын, бағалы кеңес берген келеді. Әрине балалар көп болуын армандаймын. Бұрын жұмыс кестесі өте қатал болған. Өзімнің жеке өмірім туралы ойлай алмайтын. Мен отбасыны қалайтынымды түсіндім. Және оны бұрын құрмағанына өкінемін. Мен таңдап алған және болашақ балаларға қалауымша уақытта арнай алмайды деп қорқамын. Тұрақты болмаған осындай әртістерді білемін. Театрдағы спектакльдар, гастролдық сапарлар. Мен бұлай болуыны қаламаймын. Әйелі Улугбек Кадиров туралы бұлай дейді: ал біздің өмірімізде кім дұрыс емес? Менің батырларым мен еш нәрсеге сотталмағандардың қатарында бар. Бірақ ең бастысы, олардың әрқайсысы күш тауып, дұрыс жолға түскен. Режиссерлар бұл тақырыптарды экранға шығарады. Ең алдымен осындай жігіттердің қасында тұрған адамдар үшін. Олардың қасында біреулер тұрып, біреуді алып кетті. Мысалы, ақшаға деген сусабын. Қоғам оларды қайтарып алуды үйреніп, оларға мүмкіндік беруі керек. Достар, видеоның да ақырына жеттік. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.